Ассаламалейкум, құрметті ағайын. Бұл YouTube желісіндегі ең алғашқы қазақ тіліндегі техника талдау арнасы. Бүгінгі бізде тақырыпта рулондық пресс Brave 145M. Алдарыңызда Бердімұрат деген қазақтың жігіті бүгінгі рулондық пресс жайлы айтып кетеді. Қандай сұрақтарыңыз болса, пікір жазатын жерде жазып, сұрақтарыңызды қоюға болады. Мархабат. Ал енді Бердімұрат, осы пресс жайлы қысқа да нұсқа айтып кетсен. Ассаламалейкум, құрметті қазақ елі, ағайындар. Brave 145M рулондық пресс-подборщик. Бұл пресс Беларусь мемлекетінде өндіріледі. Бобруйск қаласында, Бобруйск Агромаш деген заводта. Түпнұсқа дейсің ғой, Бобруйсктан әкелінген? Я, әрине. Жалпы пресстің өзіне келетін болсақ. Бұл пресс шөпті, табиғи шөптерді және де егілген шөптерді орауға арналған қондырғы болып табылады. Пресстің өзіне келетін болсақ, бұның сәл дауысын шығарсаң. ені 1,5 метр болып табылады, яғни ширина подбора дейді орысша айтқанда. Осы жері 1,5 метрлік, Иә, мінекей. Астынан қарасақ. Осы 1,5 метрлік. Жұмыс істеу ені ағайын 1,5 метрлік. Жалпы рулон салмағына келетін болсақ, бұл пресс шөпте 220-дан 350 килограммға дейін орайды. 250-ден 350-ге дейін, е? Иә. Шөп сабанға байланысты, е? Иә, сабанда 200-ден 250 килограммға дейін орайды. Бұл яғни массаның қалғанына байланысты. Мына жерге тоқталатын болсақ, гидрошланга дейді. Бұның қалыңдығы 8 мм болып табылады, өйткені үлкен давлениеға жыртылып қалмау үшін. Сонда ағайын үлкім бұрын мұнда пластмасса болатын, немесе темір шатасын? Қазіргі кезде резина. Резинкіден жасады. Оның ені 8 мм. Ол сонда қысымға шыдайды деп отырсың, е? Иә, үлкен қысымдарға шыдайтын. Барлығы да оригинал, сол Беларусиядан әкелінеді, сол бір заводта жиналады. Сосын жалпы пресстің вышласын алатын болсақ, яғни тасымалдау үшін, ыңғайлы болу үшін бұл вышласы алынбалы, салынбалы болып табылады. Міне 6 болтпен гайканы көріп отыр. Міне ағайын әдейлеп бір жерден бір жерге тасымалдағанда, мынау кедергі етпес үшін прицепі, оны алып тастайсыз да, сосын тасымалдай бересіз. Жақсы. Сонда воммен жұмыс істейді ғой, е? Иә, әрине, трактордың воммен жұмыс жасайды. 540 обороттан 1000 оборотқа дейін 1 минутта. Минутына, яғни. Жай МТЗ-ларға келе береді дейсің ғой, е? Яғни бұл пресс жалпы планетарлық мост болсын, балычный мост болсын, МТЗ-ларға келе береді. Жалпы 1,4 класстағы 80 аттың күшінен бастап тракторлерге тартуға болады. Тарта береді. Мынау карданы жатыр, е? Иә, ол дегеніміз МТЗ 80, 82, 892 және де тағы да басқа модельдері келеді. Тағы да осы пресстің багажын ашатын болсақ, 4 бөлмелі кереді. Мынау дегеніміз защита мобишла дейді. Мынау дегеніміз барлық саймандар осы зип комплектта болады. Бірге келеді ол сатып алғаннан кейін? Иә, әрине. Не бар ішінде? Пломбалы болып тұрады. Ішінде запас пышақтары келеді, ішінде запас шлангілері болады. Сонымен бірге запас тістері, подборщиктің тістері келеді. Жалпы полный комплект. Сонымен бірге ертең, мысалы, осы жіпті, бобиналарды, яғни орысша айтқанда, осы жерге қою үшін арналған, мынау багаждар. Қандай жіптермен жұмыс істейді? Полипропиленді жіптер. Жай шпагат біздің? Иә, әрине, жай шпагат. Сонан кейін, мәселен, мына жерге қойылады да, жіп мына жерден өткізіледі, астыңғы жағына. Сонан барып, орау механизме жалғанады да, мынау шкифтарға оралады, екі рет. Сосын мына жерде пышағы болады. Яғни пресс жүрген кезде пышағы сол жақтан бастап оң жаққа дейін жүріп отырады да, ортасында тілі отырады. Автоматты түрде. Сонан кейін, мәселен, массаны жинап болғаннан кейін, рулонды түсіру үшін, яғни обмотка жасау үшін, осы жерде тартылмалы трос болады.
комплектінде. Тарта қоясыз, білгенімше где-то 3 рет тарта қоясыз, сосын уже обмотка басталады. Рулонның өзін обмотка басталады. Сосын жұмыстың басында бір рулон тартқаннан кейін тартып аласың да, сосын өз бетімен жүре береді, Иә. Шыға беруге ол керек емес, өзі түсіріп, өзі бүкін жасайды. Сонан кейін бұнда масса, жалпы барабан массасы толған кезде бұл дыбыстық сигнал береді. Және де мынау флажок көтеріледі. Рулон толығымен дайын болғанда сонда дыбыс береді, иә? Иә, дыбыс береді. Сонда рулон толды, пресс толды, оны шығару керек деген мағынаны білдіреді, иә? Механизатор сол дыбыстың белгісімен немесе артына қарай қояды, осылай флажок көтерілген кезде. Ол камера толды деген сөзді білдіреді. Сосын тағы да. Мына жерде екі жағында рельефті копирование дейді. Мәселен, шұңқырлы жерлерден өту үшін осы дөңгелектер кішкене көмекші ретінде. Мынау бұрын пластмасс болды дей ма? Иә. Қазіргі кезде жетілдірілген металдан жасалған, иә. Көп көшідайды дейсің ба? Әрине. Мына жерде сосын басқа престермен салыстырғанда оң жақ және сол жақ цепный механизмдардың барлығы да жабық түрде келеді. Өйткені подборщик жұмыс жасаған кезде шөп немесе сабанды лақтырады да осы цептары толып қалады. Тазалау керек. Мына жерде ондай болмайды. Ол мысалы шаң, шөп, содан сақтап тұрады ғой, иә? Шөптің өзі де кіріп кетеді, сондықтан толып қала береді. Сосын комплектісінде осындай клиндар келеді. Ол дегеніміз енді жай пресс тұрған кезде дөңгелектің астына салып қоясыздар, енді бұл. Ол қауіпсіздікке арналған дейсің ғой, иә, дөңгелектің. Осы жерге ағайын салып қоясыз, бір ремонтын жасағанда тағы бірде ары қарай жүріп кетпесін деп пресс. Сосын еш қайда кетпейді. Әр жағында, бер жағында екеу ма, біреу ма? Бұндайлар екеу болады бізде. Екі жағын. Әне анау престе көретін боласыз, әне екі жағын тұр. Енді камераның өзіне келетін болсақ, камера обмотки. Бұнда екі жағында екі цилиндр болады, яғни камераны ашып жабу үшін. Давление беріледі да, тракторден ашып жабу үшін. Сондықтан осы ашылған кезде, мәселен ремонттаған кезде қауіпсіздік ережелері бойынша осындай нелер орнатылған, фиксаторлар. Яғни цилиндр ашылған кезде осыны аласыз да. Осыны қойып қоясыз, осы міне фиксатор. Осы цилиндрге ойып қоямыз, сонда не ашылмайды, не жабылмайды, бір қалып тұрады, иә? Сосын жалпы рулонның тығыздығын реттеу үшін екі жақта престе осындай фиксаторлар орналастырылған пружинасымен. Егер де рулон тығыздау қажет болса, осы фиксатордың болтын тартасыздар. Яғни тығыздау үшін, қаттырақ тығыздау үшін тарту керек. Тығыздық онша қатты керек болмаса, бұны керісінше. Мысалы, жұмыс істеп жүргенде, мынау мысалы тоқтатып қойдық, тығыздығын мысалы жасап қойдық, иә? Ол жүріп тұрған кезде оны тексеру керек па, әлде ол бірі қойғаннан кейін, оны тиіспейсің де, тексермейсің де, әлде қарап жүру керек па? Жоқ, бір рет қана тартып қоясыздар, сол қалпы жүре береді ол. Жақсы екен. Жаңа комплектующий оригинал деп жатырмыз Белоруссияда. Түпнұсқа. Мысалы дөңгелектардың өзі да, мысалы міне Белоруссия, Белшина, Белпт деген. Белшина. Дискілер бар ада, сол бір заводтікі оригинал. Жалпы бүгінгі күнгі нарықтағы престермен салыстырғанда бұл пресс білуімше 10 жылдай нарықта жұмыс жасап жүр. Бұл тексерілген пресс. Уақыт бойы тексеріп шыққан пресс дейсіз ба? Уақытпен тексерілген пресс. Ешқандай сынулар да жоқ. Клиенттар барлығы да риза, негізі алған кісілер. Міне биркасын қарасақ. Управляющая компания холдинга Бобруйск Агромаш. Мынау 5 май 2022 жылы істелінген екен. 22 жылы. 22 жылғылар. Түпнұсқа ағайын Белоруссиядан келген пресстер. Қазір қарасаңыз жетіп тұр. Енді қысты күні аса ешкім ала қоймайды оларды. Ол егін еккеннен кейін спрос сода басталады.
Айтпақшы, қазіргі кезде осы агробизнес компаниясының атынан қазақ тілі техника талдау арнасына арнап, негізгі нарықта баға неше дедің? 4 миллион 850 дедің ба? 4 миллион 850 қазіргі престің бағасы. Қазіргі Үкіметтен қайтарылатын субсидиясы 25%. 25%. Арнаға арнап 4 миллионға беріп отыр осы престерді. 5 штугін 4 миллионға жібереміз дейді ағайын. Сондықтан осындай рулондық престі алам десеңіз, мархабат, хабарлассаңыз болады. Бердімұрат деген жігіт барлық мән жайын айтып береді. Мінекей, осы мен түсірген МТЗ Беларусь тракторлары осында тұр. Бірінші түсірілімді көп болған. Есіңізде ма? Азайып барады сіздердің арқаңызда. Айтарың бар ма тағы, Бердімұрат? Тағы да бір айтып кететін жайт бар әрине. Бұл пресс цепно-планчатый болып келеді. Бұл дегеніміз осы камераның сыртындағы мынау планкалары, мынау труба емес, цельно-металлический, яғни круг. Ортасында не жоқ дейсің ғой, бос емес, но цельный металл. Цеппен жұмыс істейді. Сондықтан жұмыс істеу уақыты ұлғаяды дейсің ғой, иә? Яғни оларды майсу жоқ, ондай ештеңе болмайды. Басқалармен салыстырғанда. Бір 145. Артын қарасақ, арты қар отыр. Бізде Көкшетауда опа қар, тракторлерге қарасаңыздар міне. Құдайға шүкір, қар да бар. Қар болса, көктемде ылғал да болады. Бидай да жақсы шығады. Сондықтан анау тұрған не алған пресс? Ол PR 145C деген пресс Ресейде өндіріледі. Бежец Сельмаш деген завод. Ресейлік пресс. Құдай қаласа, ендігі бейне түсірімді сол пресспен түсіреміз. Ал Бердімұрат, көптен көп рахмет. Ағайын, сізге осы бейне түсірілім ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, сұрақтарыңызды пікірлер қалдыратын жерге қалдыруыңызға мархабат. Тағы да Instagram парақшасы бар. Оны мен сізге пікірлер қалдыратын жерде қалдырып қоям, сілтемесін өтіңізге болады. Сол, басымыз аман, еліміз тиыш, тіліміз бүтін ағайын болсын. Сау саламатта кездесейік. Сау болыңыздар.